Сәлем достар, анатомия физиология курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз нерв жүйесін бастаймыз. Жалпы адам ағзасы 8 жүйеден тұрады. Оның бірінші нерв жүйесі. Неге біз нерв жүйесінен бастаймыз? Себебі нерв жүйесі өте қиын, студенттерге түсініксіз терминдер өте көп. Бүгінгі сабақта сол терминдердің бәрін ашып айтамыз. Одан кейін нерв жүйесін түсінген студент қалған 7 системаны тез және оңай түсінетін болады, және медицинаның мәнін түсінеді. Қандай механизм жүреді, қалай жүреді, осының бәрі нерв жүйесімен басқарылғандықтан. Енді нерв жүйесі организмді сыртқы ортамен байланыстырып толық басқаратын жүйе. Ол қалай басқарады? Ол нейрон. Нерв жүйесінің ең кіші өлшем бірлігі арқылы. Мысалы, сіздер мына жерде табиғатты көріп тұрсыздар, мені құлақтарыңызбен естіп тұрсыздар. Көздеріңізден көріп тұрсыздар. Осының бәрі нерв жүйесімен басқарылады. Одан кейін ассоциация арқылы біз нерв жүйесін түсінеміз. Мысалы, мынау ноутбук. Осылай ноутбук салсылайын. Енді мына жерде процессор бар. Оның ішінде болады, мен сыртқа сала салам. Енді мына процессор деп есептейміз. Бұл адамның миы. Енді мына процессордан тоқтар шығады ғой, тоқ. И осылай бұл нерв жүйесі, нерв, жаңағы нейрон, мысалы. Енді жаңағы мидан шыққан нейрондар біздің бүкіл организмді басқарады ғой. Тура ноутбукта да процессор басқарады. Тоқта, мысалы, бір тоқ барады, мониторға барады. И осылай мониторды көрсетіп береді. Ары қарай клавиатураға мысалы, әр әріпке, әр санға бір тоқ барады. Осы, мысалы, мен өзімнің атымды жазғым келген кезде осы тоқтар арқылы импульс барады да, процессордан өңделіп, монитордан шығады. Егер осы жердегі бір тоқ үзілетін болса, осы миға бармай қалады, мониторға шықпай қалады. Тура осында нерв жүйесі. Біз нервсіз вообще өмір сүре алмаймыз 1 минутта. Біз құры манекенге ғана айналамыз. Көре алмаймыз, бұлшықеттеріміздің бәрін қозғай алмаймыз. И жүрегіміз бәрі істен шығады, и адам өліп кетуі мүмкін. Енді жаңағы қалай басқарылады деген сұрақ, ол нейрон. Нейронның аксон мен дендриттер деген өзінің өсінділері болады. Ол қалай? Аксон ол ұзын өсінді, мынау. Енді аксон дегеніміз нервтік импульсті нейронның денесінен алып, басқа нейрондарға тасымалдайды, мысалы басқа органдарға. Мысалы мынау терминал, аксонның ең соңғы бөлігіне келіп жеттік. Ары қарай ол мысалы жүрекке барды, мысалы жүректің қарыншалары, жүрекшелерге осылай жүрегіміз соғып тұр, жаңағы импульс бару арқылы. Енді дендрит ол аксоннан өзге нейрондардан ақпаратты алып, импульстің нейронның денесіне тасымалдайды. Міне, жаңағы ол кішкентай, қысқа өсінділер деп аталынады. Даже мына жерде нейрондар болуда мүмкін, аксон болуы мүмкін. Ары қарай ол импульсті осылай алады, нейронның денесіне тасымалдап береді. Енді аксон дегеніміз, аксон екіге бөлінеді. Ол миелинді, миелинсіз деген. Миелинді дегеніміз ол жаңағы рулет сияқты осы нейронның сыртын қоршап тұрады, осындай төрт-бұрыш болып осылай. Негізгі қызметі импульсті тез өткізу. Осылай ранве үзістер арқылы тез-тез өсіп, импульс тез-тез өтеді. Екінші, ол миелинсіз қабықша болады. Жаңағы бұл жерде миелинсіз қабықшада өз аты айтып тұрғандай, құры осындай нейрон ғана тұрады, аксон ғана тұрады. Сіздерге ойланып көріңіздер, неге біздің ағзамызда миелинді және миелинсіз нервтер болады? Неге только миелинсіз ғана болмайды, немесе только миелинді ғана болса болады ғой? Ол қалай? Екеуінен де нерв өтеді ғой. Ал миелинсізде импульс ақырын өтеді, бұлай ақырын ғана өтеді. Ал миелинді қабықпен қапталғанның негізгі қызметі осы импульсты тез жылдам өткізу. Сағатына 400 км жылдамдықпен жүреді осы миелинді қабықшада. Ал миелинсізде ол 25 км сағат жылдамдықпен жүруі мүмкін. Неге деп ойлайсыздар достар? Енді олигодендроциттер, тіректік жасушалар, астроциттер дегеніміз не? Олигодендроциттер ол осы бұл жасушалардың өз жарғақтары және ми жұлын нейрондардың айналасында шиыршықтап миелинді қабықтар түзіп беретін осы олигодендроциттер. Бұл гистологиядан өтеміз. Енді тіректік жасушалар, бұлар осылар. Жаңағы
бұлар импульсті ішінде болады, импульсті өткізбейді, бірақ метаболизмге қатысады. Тура астрациттерде тура сондай қызмет атқарады. Ары қарай кеттік. Әрекет потенциалы. Енді жаңағы әрекет потенциалы ол нейронның денесіне синапстан берілген импульстің әрекеті деполяризация немесе реполяризация болуы. Қалай түсіндірсем болады? Енді айтып берейін. Біздің осы нейрондар синапстан тұрады. Синапс дегеніміз нейрондарды бір-бірімен байланыстыратын заттар. Міне, синапс осы нейрондарды бір-бірімен байланыстырып береді. Енді осы қозу үшін синапс керек, осы нейрондардың ары қарай импульсті өткізу, жүрек нормально жұмыс істеп тұру үшін импульс бару керек қой. Енді ол қалай қозады? Енді әрекет потенциалы болуы керек. Ең бірінші біз натрий калий насосын білуіміз керек. Мысалы, бұл нейрон денесі. Қалыпты жағдайда ешқандай қозбай тұрған кезде бұл іші минус, сырты плюс болып тұрады. Бұл клетка, нейрон клеткасы деп есептейміз. Енді сыртында натрий кіреді, мысалы. И 3 натрий 2 калий насосын білуіміз керек. Бұл жерде натрий кірген кезде іші плюске айналады. Натрий плюске айналды. Көрдіңіздер ғой, иә? Не? Ары қарай уже импульс өтіп баратыр деген сөз. Осылай. Импульс өтіп баратқан кезде, мысалы, ұзын ғой, ұзын болып жалғаса береді ғой. Енді осы импульс өтіп кірді мына жерде. Енді импульс тура жеткен кезде натрий каналдары кіреді, ары қарай ол іші плюске айналады. Плюс таңбаға айналады. Енді ары қарай өтіп кетеді. Міне. Осылай деполяризация болады. Натрий каналдары нейронның ішіне кіргенде деполяризация басталады. Мынау тура, мысалы, қалыптыда минус 100. Қозбай тұрғанда еш нәрсе істемей тұрғанда, одан кейін натрий кірді, ары қарай көтерілді, деполяризацияға барды, ол плюс 40-қа дейін барады. Мына жер плюс 40-қа дейін барады. Енді ол плюс 40-та ұсталып тұра бермейді ғой, тура осы жерде. Ол ары қарай түсу керек. Енді реполяризация басталады. Реполяризация дегеніміз не? Жаңағы, енді натрий сыртқа калий кіреді, бүкіл жолдарды жауып тастайды, натрийді шығарып жібереді. Осы кезде іші минусқа қайтадан айналады. Осылай реполяризация болады. И мысалы мен бір ручканы ұстағым келді, барды, осылай импульс ары қарай барып келді. Тік-тік бір бар келеді ғой. Енді натрий кіреді, оны қоздырады. Мен ручканы басқа жерге апарып қойып, қолымды тып-тыныш ұстаған кезде уже ол тыныштық жағдайына түседі. Осылай импульс 400 км жылдамдықпен өтеді жаңағы миелинді тасықтардың арқасында. Енді осы калий кіріп кеткен кезде реполяризация болады. Реполяризация. Мынау деполяризация. Енді бұл натрий калий насосының схемасы. 3 натрий кіреді, сол кезде импульс өтіп бара жатыр деген сөз. Мысалы, импульс келе жатыр, 3 натрий кіреді, 2 калий сыртқа шығып кетеді. Осы кезде іші плюске айналады. Плюс. Мына жақ уже қайтадан орнына келіп алады. Өйткені бұл жақта импульс өтіп кетті. Мына жақ қайтадан сырты плюс, іші минусқа айналып кетеді. Көрдіңіздер ғой, иә? И когда калий ішке кіреді, осы кезде реполяризация болады, қайтадан өзінің орнына келіп алады. Минус плюс деп орнына келіп алады. Ары қарай синапс деген ұғым бар. Синапс осы екі нейронды бір-бірімен байланыстырады. Негізгі байланыстыратын осы синапс. Мысалы, мына екі нейрон, мына екі аксон. Осылай импульс өтті, ары қарай жаңағы натрий кірді, мысалы. Натрий мысалықтан сырттан уже кіреді. И осы кезде калий сыртқа шығып кетеді, 3 натрий кіреді, 2 калий шығады. Енді импульс ары қарай өтті, уже мынандай не болады? Мынандай сызамыз. Деполяризация, уже реполяризация. Уже мына жақтан минус 80-нен 0-ге барады, сосын қайтадан плюс 40-қа дейін барады. И 40-та қайта тұра бермейді ғой, ол қайтадан реполяризация болып түсіп кетеді.